Бисмиллах. Оларға ел қауіпсіздігіне қатысты яқи үрейлі хабар жетсе, оның анық қанығына жетпестен өсек тарату, немесе елді дүрліктіріп шырқын бұзу ниетімен жарияға жайып салады. Егер олар оны алдымен Алла елшісіне, немесе араларындағы билік тізгінін ұстағандарға мәлімдесе, солардың арасындағы істің мән-жайын зерделеп пайымдай алатындар ол хабарды нені меңзейтінін бірден аңғарар еді. Егер Алланың сендерге деген шексіз шарапаты мен мейірімі болмағанда, басым көпшілігін шайтанға еріп кетер едіңдер. Ендеше, уа Мұхаммед, сен айрандай ұйыған ел ішіне лан салып, елдің шырқын бұзатын бүлікшілермен Алла жолында аянбай соғыс. Сен бұл мәселеде өзіңе ғана жауаптысың. Сондықтан бұған енжар қарайтындарға көңіл аударма. Мүміндерді де Алла жолында бүлікшілермен соғысуға құлшындыр. Бәлкім Алла сол арқылы күпірлікте табандағандардың арнан басып күшін әлсіретер. Алла тым күшті, жазасы да тым қатты. Кім бір жақсы іске дәнекер болса, сол жақсылықтың сауабынан оның да алар үлесі бар. Ал кім бір жаман іске дәнекер болса, оның да сол жамандықтан алар сыбағасы бар. Алла бәрін көріп бақылауда, һәм қалаған нәрсесін істей алатын шексіз құдірет иесі. Уа мүміндер, сендерге сәлем беріліп, игі ниет білдіргенде, сендер одан да артық ниет білдіріп, одан жақсы сәлем бердіңдер. Немесе жоқ дегенде дәл солай сәлем қайтарыңдар. Біліп қойыңдар, Алла барлық нәрсені жіпке тізіп есепке алуда, һәм бәрінің тиісті қарымын қайтарады. Бір Алладан басқа құдай жоқ, шүбәсіз ол күмәнсіз орнайтын қиямет күні барлығында бір жерге қарасат майданына жинайды. Алладан асқан сөзде шыншыл бар ма? Уа мүміндер, сырттай мұсылман болып көрінгенімен, мүшриктермен ауыз жаласқан екі жүзділерге қатысты үкім шығару, оларға қарсы қандай ұстанымда болу мәселесінде екі топқа бөлінгендерін қалай? Көрмеймісіңдер? Істеген мұншама күнәлары себепті Алла оларды кері кетіп күпірлікке қайтарды. Әлде сендер Алланың адастырғаннан тура жолға салғыларың келе ме? Алла қайсы бір құлын өзі тілеп алған теріс жолға салып адастырса, сен оған әсте күпірліктен құтылатын жол тауып бере алмайсың. Олар өздері қалай күпірлік қылса, сендердің де дәл солай күпірлік қылып, өздерімен бірдей болғандарында қалайды. Ендеше олар Алла жолындағы ұлы көшке қосылып қоныс аудармайынша ешбірін дос тұтпаңдар. Егер олар Алла жолында хижрет етуден үзілді-кесілді бас тартса, һәм сендерден сырт айналып кәпірлермен ауыз жаласып аяқтарының шалуды қоймаса, онда оларды қолға түсіріңдер, һәм қолдарына түскен жерде өлтіріңдер. Олардың ешбірін өздеріңе дос тұтпаңдар, көмекші етіп те алмаңдар. Тек өздерімен бейбіт келісімге келген қауымды пана тұтқандарын, немесе сендермен де өз қауымына қарсы да соғысқысы келмей, бейтараптықты ұстаған күйде алдарыңа келгендердің жөні бөлек. Алла қаласа оларға батылдық беріп сендерге қарсы айдап салар еді, олар да сендермен соғысар еді. Ал егер олар сендерге соқтықпай аулақ жүрсе, һәм бейбіт бітімге келуді ұсынса, онда Алла оларға қастандық жасауларына жол бермейді. Сондай-ақ сендерден де кәпір болған өз қауымынан да сақтануды, қарабастарының амандығын көксейтін тағы бір топты екіжүзділерді кездестіресіңдер. Бұлар қай кезде де бүлік шығаруға, сендерге қастандық жасауға шығарылса, соған еліріп бірден кірісіп кетеді. Егер олар сендерден аулақ жүрмесе, бейбіт бітімге келмесе, әрі қолдарын сендерге қастық қылудан тыймаса, оларды қолға түсіріңдер, һәм қолдарыңа түсірген жерде көздерін жойыңдар, өлтіріңдер. Міне осылайша өздеріңе жасаған қиянаттары мен опасыздықтары үшін сендерге оларға қарсы қатаң шара қолдануға нақты рұқсат әрі толық өкілеттік бердік. Алайда естерінде болсын, мүміннің мүмін бауырын қателік
ниетпен немесе абайсызда болмаса қасқана өлтіруіне жолы жоқ. Кімде-кім бір мүмінді байқамай өлтіріп қойса, бір мүмін құлды азат етуі һәм марқұмның отбасына құн төлеуі керек. Алайда олар өздеріне төленетін құнды садақа етіп, одан бас тартса, оның жөні бөлек. Егер абайсызда мүміннің қанын жүктеген кісі сендерге қас қауымның өкілі, бірақ өзі мүмін болса, оның бір мүмін құлды азат етуі керек. Ал егер өлген мүмін сендермен бейбіт келісімге келген мұсылман емес қауымның өкілі болса, оның қанын жүктеген кісі отбасына құн төлеуі һәм бір мүмін құлды азат етуі керек. Бұларға шамасы жетпеген кісі Алланың алдында тәубесінің қабыл болуы һәм күнәсін жуып шаюы үшін 2 ай қатарынан үзбей ораза ұстауы керек. Алла әлем ниет пиғылдарынды, жай-күйлерінді һәм барлық нәрсені білетін шексіз ілім иесі. Хаким, әр ісі мен әрбір үкімінде талай хикмет болған асқан даналық иесі. Ал енді кімде-кім бір мүмінді мүмін екенін біліп тұрып, немесе мүмін болғаны үшін қасқана өлтірсе, оның ақыреттегі жазасы ішінде мәңге бақи қалып, азап шегетін жаһанам болмақ. Бұған қоса, Алла оған қаһарын төгіп, лағнетін айтып, рақымынан алыстатады, әрі ол үшін ауыр азап әзірледі. Уайымай келтіргендер, Алла жолында жорыққа шыққанда әрбір жағдайдың байыбына баруға тырысыңдар. Яғни кімнің мүмін, кімнің кәпір екенін анықтаңдар. Әр нәрсеге жіті қарап, әр мәселенің қыр-сырына әбден қанығыңдар. Өздеріне бейбітшілік тілеп, мұсылманша сәлем бергендерге дүние тіршілігін өткінші елігіне олжаға қызығып, сен мүмін емессің деп айтпаңдар. Біліп қойыңдар, Алланың дәргейінде мол әрі сан алуан олжалар бар. Бұрынғырықта өздерінде сонда, яғни иманнан, исламнан бейхабар едіңдер. Алла сендерді көптеген нығметке, соның ішінде иман нығметіне бөледі. Ендеше әрбір жағдайдың байыбына барып әрекет етіңдер. Шүбәсіз Алла не істеп, не қойып жүргендерінен толық хабардар. Үзірлі болмаса да қол қусырып үйлерінде отырған мүміндер мен малын да жанын да аямай Алла жолында күресіп жүрген мүміндер тең емес. Алла малын да жанын да қиып хақ жолда күресіп жүрген мүміндерді қол қусырып қарап отырған мүміндерге қарағанда дәреже жағынан артық әрі жоғары етті. Негізінен Алла 2 топқа да игілік мекені жәннатты уәде етті. Әйтсе де Алла өзінің жолында күрескендерді қол қусырып қарап отырғандарға қарағанда әлде қайда артық көріп зор сый-сияпатқа бөледі. Сондай-ақ әрбір күрескендерге сіңірген еңбегі мен ниетіне қарай өз тарапынан жоғары шендер мен мәртебелер беріп, ерекше кешірім мен мейірімге бөледі. Алла ғафур, құлдар қанша жерден ауыр күнәға батса да, тәубелеріне келген жағдайда өте кешірімді. Рахим, әсіресе мүмін құлдарына ерекше мейірімді.